Айлығы уақытында түсіп тұратын кісілердің көпшілігі ақша жинау, үнемдеу және жеке бюджет есебін жүргізуге ұмтылмайды. Ал негізінде ақшадан қысылмай өмір сүрудің ең басты алғышарты қаражатты бақылап, орынды жұмсай білуде. Бүгінгі видеода 2022 жылдың екінші жартысына арналған 5 қаржы кеңесін бөлісеміз. Бұл Инвест, кеттік. Өз капиталыңызды қайта есептеп шығыңыз. Өзіңізде бар заттың бәрін қосып, құны қанша болатынын есептеп шығыңыз. Мысалы, қолма-қол ақша, жинақтар, зейнетақы шоттары, жылжымайтын мүлік және көлік, өнер және зергерлік бұйымдар сияқты құндылықтар және тағы басқалары. Бұл сіздің активтеріңіз болып есептелінеді. Содан кейін кімге қанша қарыз екеніңізді бағалаңыз. Қарыз деп ипотека, автокөлік несиесі, жеке несие немесе несие картасы бойынша қарыздарды айтып отырмын. Оларды қосып, активтеріңіздің жалпы құнынан шегеріңіз. Осыдан қалғаны сіздің таза капиталыңыз болады. Егер сіздің таза капиталыңыз плюста болса, бәрі жақсы екен, босаңсымаңыз. Әрқашан осылай плюсте жүру үшін темірдей тәртіп керек. Шығындарды уақытында жазып, ақшаңыз қайда кетіп жатқанын уақытында бақылап отырасыз. Егер сіздің таза капиталыңыз минуста болса, паникаға берудің қажеті жоқ. Бұл сіз енді өміріңіздің соңына дейін минуста жүресіз деген сөз емес. Бәрі уақытша. Бұл жағдайды өзгертуге болады және өзгерту керек. Ол үшін әлбетте сіз көп жұмыс істеп, көбірек үнемдеп, аз жұмсап, қарыңызды көп өтеуіңіз керек. 1 айлық бюджет құрыңыз. Бюджетті құру өте оңай. Сізге барлық шығындар мен кірістің тізімін жасау жеткілікті. Бұл тізім сіздің қаржылай мақсатыңызға назар аударуға көмектеседі. Яғни ақшаны ақылмен жұмсап, несие немесе ипотеканы кешіктірмей уақытында төлеуге мүмкіндік береді. Бір параққа ай сайынғы барлық табысыңызды жазыңыз. Мысалы, жалақы, зейнетақы, алимент немесе инвестициялық кіріс барлығы осы тізімге кіреді. Табысыңызды жазған парақтың келесі бетіне шығындарыңызды да жаза бастаңыз. Бұл әрине табысыңызды жазғанға қарағанда кішкене қиындау болады. Өйткені сіз барлық шығындарды, тіпті кішкентай шығындарыңызды да осы парақшаға түсіріп отыруыңыз керек болады. Шығындарды негізгі ең үлкендерінен бастаңыз. Ипотека, көлік шығындары, балалар, коммуналдық қызметтер, азық-түлік, кез келген қарыз төлемдері. Сіздің негізгі шығындарыңыз тізімнің басында болу керек. Әрі қарай өзіңізге ұнайтын нәрселерге, фитнес пен киімге, ойын-сауыққа, мейрамханалар мен фильмдерге бару үшін маңызды емес шығындарды тізімдеңіз. Бюджет құру сіздің ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Шығындарды табыс мөлшерінен асырмауға тырысыңыз. Ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын анықтап алған соң, шығындарыңызды көбейтуге тырысыңыз. Бұл сіздің ешкімге қарызданбай өмір сүруге мүмкіндік береді. Егер кішкентай шығындарыңызды басқара алмай жатсаңыз, міндетті шығындарға табыстың тек 60%-ын жұмсау деп аталатын қарапайым ережені ұстаныңыз. Азық-түлік, киім-кешек, сақтандыру жарналары, ай сайынғы төлем шоттары, несие, ипотека міндетті шығындарға кіреді. Егер сіздің міндетті шығындарыңыз табысыңыздың 60%-нан асып кетсе, кейбірін азайтуға тура келеді. Ал ай сайынғы табыстың қалған 40%-ын 4-ке бөліңіз. 10%-ын зейнетақы жинақтарына, 10%-ын ұзақ мерзімді жинақтарға, мысалы, үй, көлік алу сияқты мақсаттарға, 10%-ын төтенше жағдайлар үшін, алыстағы бір туысқаныңыз той жасап, сізді шақырса, жол билетіңізге керек болады. 10%-ын тіл курстарына, фитнес-клуб сияқты өзіңіз қызығатын салалар үшін алып қойыңыз. Өзіңізді жоспарсыз саудадан тыйыңыз. Әлеуметтік желіде бір тауардың әдемі жарнамасын көріп, сауда жасайтындар өте көп. Fidelity агенттігі жүргізген сауалнамасына қатысқандардың 63%-ы әлеуметтік желідегі жарнамалар олардың қаржылай жағдайына кері әсерін тигізгенін айтқан. AliExpress, Amazon сияқты қосымшаларды басқан кезде телефоныңызды өшіріп тастаңыз. Олар сізге керек емес заттарды әдемі жарнамамен ұсынып, сізді қаржылай минусқа кіргізуі мүмкін. Ай басында бюджетіңізді құрып жатқанда тізімге кірмеген заттарды сатып алудан өзіңізді барынша сақтауға тырысыңыз. Қаржы диетасына отырыңыз. Адамдар салмақ қосудан сақтану үшін өзін түрлі майлы тамақтардан тыйып диета ұстайды. Ақша қаражат жағы да тура сондай диетаны қажет етеді. Мысалы, сіздің несиеңіз семіріп кетпеу үшін қаржы диетасына ұстауға мәжбүрсіз.
Кредит картаңызды сандыққа салып, кілттеп, кілтін үлкен Алматы көліне немесе өзіңіз тұратын елді мекенге ең жақын өзен мен көлге лақтырып жіберіңіз. Өйткені кредит картаңызды қолданып, сосын оны уақытында төлемесеңіз, сіз оны үстінен артық төлем жасайсыз. Ал басқа заттарды қолыңыздағы бар ақшаға сатып алуды дағдыланыңыз. Бүгінгі видеодағы кеңестерді қолданып, жыл соңына дейін қаржылай жағдайыңызды жақсартып аласыз деп үміттенеміз. Ал артық ақшаңыз Жусан Инвест арқылы акцияларға инвестициялап, табысыңызды арттырыңыз. Осымен видеомыз тәмам. Лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Келесі кездескенше.